Саламатсыздар балалар. Бүгін сіздермен екінші сабағымызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз балалар қола дәуіріндегі Қазақстан. Бұл қола дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 2008 жылдан 900 жылдың аралығын қамтиды деп есептесек болады. Ал кейінгі деректердегі, кейінгі кітаптардағы айтып жүрген мәлімет болатын болса, ол бойынша біздің заманымыздан бұрынғы 1800 жылдан 900 жылдың аралығын қамтиды. Бұл дәуір несіменен ерекшеленеді балалар? Бұл дәуірдің біріншіден металлды адамдардың алғаш болып тұрмысты пайдалануыменен және металл дәуірінің басталуыменен ерекшеленеді. Енді балалар, осы дәуірдің бірінші мәдениетіне, мәдени аймақтарына тоқталайық. Қола дәуірінің мәдениеті ғылыми терминде андрон мәдениеті деп аталынады. Ал неге бұлай аталынды деген заңды сұрақ қойылады. 20 ғасырдың басында жалпы Қазақстан жерін, сондай-ақ Қазақстанмен көршілес аймақтардың барлығын зерттеу мейлінше кең жүргізілді. Сондай зерттеуші археологтардың бір тобы 1914 жылы қазіргі оңтүстік Сібірдегі Атчинский қаласының маңындағы Андронова деген селодан өзгеше бір жерлеу мәдениеті сақталынған қорымды ашады. Сонда оның ішінен табылған заттарға қарап, жерлеу орнының ерекшелігіне қарап, бұл қола дәуірінің мәдениеті, қола дәуірінің жерлеу ғұрпы деген шешімге келді. Онан кейін археологтар, Андеран бастаған археологтар басқа өңірлерден де таба бастады. Сондай тұрақтарды, сондай қорымдарды. Сонымен олардың көбісі қола дәуіріне жататындықтан сол аймақтағы табылғандар. Енді ол мәдениеттің аты бірінші қай жерден табылды? Яғни Андрон селосынан табылды. Соған байланысты мәдениет Андрон мәдениет деген атпенен ғылымға енгізілді. Мына көріп отырсыздар, Атчинский қаласы Андронова селосынан табылған. Бұл Андронов мәдениеті Евразия материгінің көп бөлігін қамтыды деп айтсақ болады. Соның ішіндегі біздің толықтай Қазақстан аймағы, онан кейінгі Сібір жерлері және Украина жерлеріне дейінгі аймақтарды осы Андрон мәдениеті қамтыды деп айта аламыз. Бұл Андрон мәдениетінің шаруашылығына тоқталсақ, балалар, негізгі шаруашылықтар көріп отырсыздар, мал шаруашылығы және теселі егіншілік негізгі түріне айналды. Бұл дәуірдің тұрақтары, яғни Қазақстандағы қола дәуірінің тұрақтарына тоқталар болсақ, әр аймақтарға байланысты тұрақтардың аттары әртүрлі өзгеше. Соның ішінде солтүстік батыс Қазақстаннан 80-нен астам тұрақтар, тұрғын жайлар табылды. Ал солтүстік Қазақстаннан да көбірек табылды, және орталық Қазақстаннан 150-ден аса обалар және тұрғын жайлар табылды. Соған қарағанда балалар, жалпы Андрон мәдениетінің көп қамтыған аймағы Қазақстандағы орталық Қазақстан болған-ау деп біз айта аламыз. Енді балалар, бұл тұрақтардың ішіндегі біздегі тесттегі жиі келетіні, жиі сұралатыны солтүстік Қазақстандағы Петровка, Боголюбов тұрақтары, сондай-ақ Степняк тұрағы жиі сұралады. Ал шығыс Қазақстаннан Малокрасноярка тұрағы, ал батыс Қазақстаннан Алексеев тұрағы жиі тестте кездесетін тұрақтар болып табылады. Солтүстік Қазақстандағы Чаглинка тұрағының балалар мыстан жасалынған орақтар табылды. Және тастан жасалынған басқа да заттарды табылып жатты. Енді балалар, бұл Андрон мәдениеті өте үлкен аумақты алып жатса, соның ішіндегі Қазақстандағы бөліктері өзінше Қазақстандағы жергілікті жер суаттарына байланысты мәдени аймақтары аталынады. Соның бірі Бейғазы
Дандыбай мәдениеті. Бұл біздің заманымыздан бұрынғы 12 менен 8 ғасырлар аралығын қамтыған мәдени аймақ болып табылады. Бұл екеуі де Биғазы Дәндібай жер аттарына байланысты солай аталынды. Енді Биғазы Дәндібай мәдениетінің Андрон мәдениетінен айырмашылығы неде деген сұрақ туындайды. Бұл екеуінің айырмашылығы жерлеу орындарына келетін болсақ, балалар, Биғазы Дәндібай жерлеу орындары Андрон жерлеу орындарына қарағанда құрылыстарының өте ірілігімен және жерлеген кезіндегі жан-жақтағы мынау ескерткіштер қойылған жерлердегі тас қашау өнерінің жетілгендігімен ерекшеленеді. Сондай-ақ бұл Биғазы Дәндібай өңіріндегі жерлеу орындарынан қарап отырып, солардың ғұрыптарының да өзгешелігін байқауымызға болады. Мәселен, Биғазы Дәндібай мәдени аймақтарындағы жерлеу орындарында өздерімен бірге ыдыс-аяқтарымен, қару-жарақтарымен қоса мал сүйектерін де бірге жерлеп, малдың сүйектерін де қойып отырды. Оған қарап, біз бұл тұрғындардың көшпелі мал шаруашылығымен айналысып, малдың, түліктің көп түрін асырағандығын және соны қасиет тұтып, бірге сонымен жерлегендігін біле аламыз, балалар. Енді бұл дәуір тұрғындарының баспаналарына, тұрғын жайларына келер болсақ, үйлердің екі түрі болды: жартылай жертөле және жертөле. Аттарынан айтып тұрғандай, жертөле дегеніміз толықтай қабырғасының барлығы жердің астынан қазылып, тек шатыры ғана төбесінде болды. Шатыры ғана. Ал жартылай жертөле дегеніміз үйдің жартысы жерді қазып, сонан кейін жан-жағынан дуалдары бөренелермен көтеріліп, төбесі бөренелермен, қамыстармен жабылып жасалынған үй, бұл жартылай жертөле деп аталынды. Олардың үйдің ортасында тастан жасалынған ошақ болды және түтін шығып отыратын мұржасы болды. Ал олардың терезелері болатын болса, кішігірім ғана саңылау болып тұратын тесік болды да, ол тесіктен іштен отынның жанған түтіні сол тесіктен сыртқа қарай шығып отырды. Енді балалар, осы қола дәуірінің ішіндегі балалар бізге ол дәуір көрсететін қалалар болды ма деген заңды сұрақ туындауы мүмкін. Қазіргі Қостанай облысы менен Ресейдің Челябі облысының шекарасында Арқайым деген қала жұрты табылған болатын, балалар. Бұл Арқайым қаласы ең ежелгі қола дәуіріне жататын қала жұрты болып табылады. Қала негізінен бөренелермен тұрғызылып, үлкен аумақты алып жатқан қала болып салынды және қаланың кейінгі жасалынған макетіне қарай отырып, ол қаланы соққан тұрғындардың ойлау деңгейінің жоғары болғандығын білеміз. Себебі тұрғын үйлер және олармен қабаттаса салынған жылыту бөлмелері және мал қоралар және ең бастысы мынау жан-жағы айналдыра қоршалып салынған қаланың ортасында жиналыс өтісетін жиналыс алаңдарының болуы олардың ойлау деңгейлерінің жоғары болғандығын білдіреді, балалар. Бұл қола дәуірін жоспарлы түрде Қазақстан жерінде зерттей бастаған 1946 жылдан бастап Әлікей Марғұлан атамыз болып табылады. Бұл кісінің еңбегі зор деп айтсақ болады. Енді балалар, картаға қараңыздар, Қазақстандағы қола дәуірінің ескерткіштеріне тоқталайық. Мынау картадан қарасаңыздар, балалар, міне солтүстік Қазақстан және орталық Қазақстан аймақтарында тұрақтар өте көп кездескен. Бұған қарап біз, балалар, негізгі мынау қола дәуірінің мәдени аймағы осы аймақ болып, бұл аймақта тұрғындар көп уақыт тіршілік еткен деп айта аламыз. Міне көріп отырсыздар, міне бұның ішінде сіздерде тестте кездесетін айда болды тұрағы тұр, міне 9-шы болып.
Онан кейінгі 11-ші міне степняк тұр мына жерде. Онан кейінгі міне тағы да міне 19-шы болып тұрған Дәндібай мәдени аймақтың атауымен аталып тұрған 27-ші жылғы Шығыс Қазақстандағы 27-ші Қанай тұрағы тұр. Міне 28-ші Малокрасноярка тұрағы тұр. Міне көріп отырсыздар балалар. Және міне Сыр өзені бойындағы ең ежелгі мынау тұрақтардың бірі Түгіскен тұрағы осы жерде тұр. Міне балалар, картадан көргендеріңіздей Қазақстан жерінде қола дәуірінде тұрғындар бүкіл Қазақстан аумағын біз қамтып мекен етті деп айта аламыз. Енді балалар, қола дәуірінің ерекшеліктеріне тоқталайық. Бұл дәуірде адамдар алғашқы болып қола металын пайдаланды. Қола металы бұл табиғатта дайын күйінде кездеспейді. Бұл екі металдың қосындысы деп айтсақ болады. Біз балалар кешегі сабақта айтқан болатынбыз, ең алғашқы адамдардың ойлап тапқан металы мыс. Бірақ мыс табиғатынан жұмсақ болғандықтан одан өткір немесе қатты құралдар жасай алмадық дедік қой. Енді осы қола дәуірінде тұрғындар мыспенен қатар қалай деген металды руда күйінде ертіп, соны пайдалана бастады. Және онан кейін қалай менен мысты қосып, қосындысынан осы қола металын ойлап тапты. Ол жердегі балалар қоланың металдың қоспасын қандай зат жасау қажеттілігіне байланысты қосып отырды қалайы менен мыстың мөлшерін. Егер қалайының мөлшері көп, мыстың пайызы аз болса, одан жасалынған зат өте қатты, бірақ мұртсынғыш болады. Ал керісінше қалайысы аз, мыс көп болатын болса, оңайлықпен сынбайды, бірақ майысатын металл шықты. Сонда балалар баста жоспарлағанды қандай зат жасаймын деп жоспарлайды. Сол затты жасаушы ұста соған қарай қоспаларын мөлшерлеп қосып затты жасайтын болды. Металдың пайда болуы адамзаттың өміріне үлкен өзгеріс әкелді. Ол дегеніңіз егіншіліктің мол дамуына мүмкіндік берді. Себебі бұрынғыдай тас кетпендер емес, тас орақтар емес, олардың орнын қоладан жасалынған мыс, қола орақтар, қола кетпендер, қола күректер, қола балта балғалар басты. Ол дегеніміз еңбек өнімділігінің артуына себебін тигізді. Бұл дәуірде металл өңдеумен қатар балалар мал шаруашылығының дамуының салдарынан алғашқы болып Андрон дәуірінің тұрғындары көшпелі өмір салтына көшті. Бұл дегеніміз бұрынғыдай бір жерде бақташылықпен айналысып отыра берудің қолайсыздығын түсінді. Себебі қолдағы малдың санының артуы оларға деген жаңа жерге сұранысты арттырды. Сондықтан малменен бірге көшіп отыруға тура келді. Демек, көшпелі өмір салты қола дәуірінде қалыптасты деп айта аламыз. Ғалым Қаныш Сәтбаевтың айтуы бойынша балалар, металл өңдеу орталықтары Қазақстанның өзінде де, Қазақстан жерінде көп болды. Соның ішіндегі орталық Қазақстан аймағы ірі металл өңдеу орталығына айналды. Сәтбаевтың айтуы бойынша, Жезқазған аймағынан 1 миллион тонна кен өндіріліп, одан 100 мың тонна балалар жаңағындай металл 100 мың тонна металл өндірді. Мыс алынып. Ал Шығыс Қазақстаннан болатын болса, нарым және қалба жоталарынан 1100 тонна қалай шығарған. Мен көріп отырсыздар, осы шығарылған қалайы менен өндірілген мыстың екеуін қоса отырып, қола металлын тұрғындар пайдаланып, оны өмірде кеңінен қолданды. Сондай-ақ балалар, қола дәуірінің тағы да бір ерекшелігі
жекеменшіктің осы дәуірде қалыптасып дамуы. Себебі олар қолдағы малдың санының артуы, өнімді еңбектің пайда болуы, адамдардың қолында артық өнімнің пайда болуына келді. Ал артық өнім дегеніміз бұлардың арасындағы әлеуметтік теңсіздікке, бай және кедей болуына алып келді. Ал сондықтан байлар мен кедейлердің арасында келіспеушіліктер, байлар кедейлердің еңбегін қолдану дегеніміз осы дәуірде басталды десек болады. Сондай-ақ осы дәуірде балалар қоғамдағы өзіндік рөлі бар абыздардың рөлі күшейді. Абыздардың рөлінің күшейгендігін біз балалар жерлеу орындарындағы ғұрыптардың бұрынғыға қарағанда дамығандығынан көреміз. Сондай-ақ қоғамдағы абыздар мынау адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеуге, ұрпақтарды тәрбиелеуге, діни салт дәстүр жөн-жоралғыларды жүргізуде рөлі зор болып табылды. Енді балалар біз қола дәуірінен кейінгі келесі кезеңге көшейік. Ол ерте темір дәуіріндегі Қазақстан. Балалар, қола әрине жақсы қатты металл, ал мынау темір дәуірінде Қазақстанда енді жаңа металл темірдің ойлап табылуы, соның атына байланысты ғалымдар бұны темір дәуір деп атай бастады. Темір дәуірі мына екі кезеңге бөлінеді балалар. Ерте темір дәуірі және кейінгі темір дәуірі деп екіге бөлінеді. Ерте темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырдан біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырға дейінгі аралықты қамтыса, ал кейінгі темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдан біздің заманымыздың 6 ғасырына дейінгі аралықты қамтыды. Сонда жалпы темір дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы 8 ғасырдан бастап біздің заманымыздың 8 ғасырына дейінгі аралықты 14 ғасыр аралығын қамтыды деп айта аламыз. Енді темір дәуірінің қола дәуірімен салыстырғандағы ерекшелігі неде? Әрине, қола дәуіріндегі қалыптасқан шаруашылық ол ары қарай дамытылатыны заңды. Соның ішіндегі көшпелі мал шаруашылығы одан ары қарай дамытылып, 4 мезгіл көшіп қонып жүру осы кезеңде қалыптасты. Яғни жаз жайлау, күз күздеу, қыс қыстау, көктем көктеу, яғни 4 мезгіл айнала көшіп жүру осы уақытта қалыптасты. Көшпелі өмір салты балалар бүкіл Қазақстан жерінің көп бөлігін қамтыды. Соның ішіндегі қазіргі орталық Қазақстан менен батыс Қазақстан аймағы толық көшпелі мал шаруашылығымен айналысып өмір сүрсе, ал шығыс Қазақстан, солтүстік Қазақстан және жетісу өңірлері жартылай көшпелі мал шаруашылығымен айналысты. Бұл көшпелілердің өз алдына бөлініп шығуы бір жағынан олар өздеріне қажетті өнімді өндіре алғандығымен ерекшеленеді балалар. Яғни өмірге қажетті не нәрсе? Мал және мал өнімдері бұларға өмірлеріне мейлінше жеткілікті болды. Ал бұларға керекті тағы да азық-түлікке дәнді дақылдар болатын болса, оны отырықшылықтарменен айырбас ретінде саудада айырбастап керегін ала алды. Міне балалар, көшпелі мал шаруашылығының дамытылуы бұл адамдардың қолындағы өсірілген түліктер және түлектердің түрлеріне де байланысты болды деп айтсақ болады. Көшпелілер негізінен малдың ішіндегі жылқы мен қойды көп өсірді және түйені дейміз. Сиыр малын мейлінше аз өсірді. Себебі неде? Сиыр малы балалар қазіргі күнде де білесіздер, олар қыстың күні адамның қолына тәуелді болып, тек қана азықты талап етіп отырады. Себебі олардың алдыңғы тістерінің болмауы, алдыңғы күрек тістерінің болмауы, олардың жердегі шөпті тіліменен орап, жұлып алып қорек етуі, қыстың күні
қардың астындағы шөбін тауып алуға мүмкіндік бермеді. Оның үстіне олардың тұяқтары көп жүріске шыдамайды, және мынау қардың астындағы, мұздың астындағы шөпті қазып алуға тұяқтары жарамайды. Демек, көшіп қонып жүретін көшпелілерге сиыр малы қол емес, бірақ та күнделікті тіршілікке қажетті айран, сүт, құрт, май алу үшін оларды өсірді, бірақ азырақ өсіріп, оларға деген жем-шөпті дайындап алып отырды алдын ала. Ал оларға қолайлысы көшпелілерге жылқы, қой. Мәселен, жылқыларды жайылымға шығарған кезде жылқы малы тұяғы менен жердің астындағы шөпті қазып алып, жеп ары қарай жолдасып кете берсе, оның артынан қой менен ешкіні жіберсе, олар да тұяғымен аршып, керек азығын тауып алады. Демек, балалар, бұл жылқы, қой, ешкі тебіндеп жайылатын мал түрі. Олардың қардың астынан шөбін тұяғымен теуіп шығарып алып қорек етуі тебіндеп жайылу деп аталынады. Міне көріп отырсыздар балалар, сонда темір дәуіріндегі көшпелі өмір салты осыған байланысты дамытылып, 4 мезгіл көшуге мүмкіндік берді деп айта аламыз. Міне балалар, жаңағы айтқан көшпелі мал шаруашылығының түрлеріне тағы да бір тоқталып кетейік. Таза көшпелі батыс және орталық Қазақстан, жартылай көшпелі шығыс Қазақстан, Алтай мен Тянь-Шань, Жетісу. Ал отырықшылықпен айналысты тұрғындар біздің оңтүстік Қазақстанда Сырдария, Шу, Келес өзендерінің аңғарларында отырықшы шаруашылықпен айналысты. Оған мүмкіндік болды, себебі оңтүстік өңірлердегі климаттың жылы болуы және өзендердің бойында суармалы егіншілікпен айналысуына мүмкіндік беруі бұл өңірдің тұрғындарына отырықшы шаруашылықтың пайдалы екендігіне көздерін жеткізді. Отырықшылықпен айналысқан тұрғындар өздеріне керекті заттарды өздері жасап алды, қолөнер бұйымдарын. Ал мал өнімдері керек болатын болса, оларды айырбас ретінде тұтынды, немесе ауыл маңдарында оларды малдың түрлерін өсіріп пайдаланды. Және отырықшылар мейлінше сиыр малын көбірек өсірді. Себебі ол отырықшыларға өте қолайлы болғандықтан балалар. Осыменен балалар, біз сіздерменен қола және темір дәуіріндегі Қазақстан тақырыбындағы лекциямызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.